Құрметті МДС жобасының іріктеу конкурсына қатысушылар. Назарларыңызға конкурсқа өтінім беру және жобаға тіркелу туралы бейненұсқаулықты ұсынамыз. Сіз МДС жобасының ресми сайтына өтіп, әртүрлі ақпараттармен таныса аласыз. Конкурсқа өтінім беру үшін сайттың ортаңғы бөлігінде орналасқан жобаға тіркелу батырмасын басасыз. Қолданыс барысында түсінікті болу үшін үлгі ретінде мысал көрсетеміз. Жобаға тіркелу жеке сәйкестендіру нөміріңізді енгізу арқылы жүзеге асырылады. ЖСН енгізу арқылы төменнен өзіңіздің толық аты-жөніңізді көре аласыз. Белгіленген ЖСН нөмірі бойынша аты-жөніңіз шықпаған жағдайда кері шегініс жасамайсыз. Тіркелуді әрі қарай жалғастырып, бос орындарға өз ақпаратыңызды енгізесіз. Мектеп бітірушісі болсаңыз, талапкерді, жоғары оқу орны студенті болсаңыз, студент таңдауын белгілейсіз. Ескертетін жайт: электронды пошта бөліміне тұрақты әрі белсенді қолданыстағы адресіңізді енгізіңіз. Себебі енгізілген поштаңызға тіркелу туралы хат келеді. Сол құпия сөз арқылы ғана сіз жеке аккаунтыңызға кіре аласыз. Енгізілген поштаңыздың дұрыс көрсетілгеніне көз жеткізу мақсатында сізге поштаны көшіру мүмкіндігі берілмейді. Сол себепті екінші рет толтыру міндетті. Нұсқаулықпен танысын белгісін белгілеген соң, тіркелу батырмасын басып, поштаңызға келген хатты қараңыз. Жіберілген хатты кіріс жәшігінен таппасаңыз, спам бөлімін тексеріңіз. Хаттың келу уақыты 1 минут пен 30 минут арасы. Поштаңызға келген хатта порталға кіруге арналған логин мен құпия сөз көрсетіледі. Берілген құпия сөзді кез келген уақытта ауыстыра аласыз. Келесі кезекте сайтқа кіру батырмасын басасыз. Поштада көрсетілген логин және құпия сөз арқылы аккаунтыңызға кіріп, жеке кабинетіңіздегі жалпы ақпарат бөлімін толтыруға кірісесіз. Ақпаратты толтыру барысында барынша мұқият болуыңызды сұраймыз. Тұрғылықты мекен жайыңыздан бөлек оқыған мектебіңіздің басқа облыста немесе қалада орналасу және білім беру бағдарын таңдайсыз. Жалпы білім беретін орта мектептің түлегі болсаңыз, орта мектеп таңдауын белгілейсіз. Қосымша ұбт-ға дайындық орталығынан білім алған болсаңыз, білім беру орталығының атауын енгізесіз. Болмаса, жоқ деп жазасыз. Соңғы және маңызды таңдау жоба аясында қалаларды таңдау болып табылады. МДС жобасына өтінім беру үшін Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Орал қалаларын ғана таңдай аласыз. Сізге жалпы 3 таңдау беріледі. Оның алғашқысы міндетті таңдау. Қалған 2 таңдауды толтыру немесе толтырмау өз еркіңізде. Толық ақпаратты енгізгеннен кейін сақтау батырмасын басуды ұмытпаңыз. Тіркелуді сәтті аяқтаған үміткерлерге сәттілік тілейміз.